Бисмилля, алхамдулилля. Ассаламу алейкум. Жақында бір оқиға естідім. Осы біздің ауылдың төңірегінде, көрші ауылдардың бірінде бір кісілер тойдан келе жатып, жол апатына ұшыраған екен. Сонда ішінде бір әйел кісі қайтыс болыпты. Енді соны имам айтады, соны жуындыратын кезі дейді, әйелдер шошып шықты дейді. Не болды десек, ана әйелдің қолының бәрі лак жағылған екен дейді. Соны кетіре алмай әуре болдық дейді. Енді жалпы есептеп қарайтын болсақ, жаназа, мұсылман адамға жаназа шығу үшін ол әйел болсын, еркек болсын, толық шомылған болу керек. Ал енді лак жағылған екен, ол толық шомылған болып есептелмейді екен. Сосын жақында бір Түркияда болған оқиғаны айтып берді. Сол Түркияда оқып келген бір қари азамат айтып берді. Бір мекемелері бар екен Түркияда, қайтқан кісілердің денесін жуатын арнайы мекемелері бар екен. Солар айтты дейді. Бізде дейді, бір әйел кісі қайтыс болды дейді. Бірнеше мекеменің адамдарын шақырып, мәйіт жуатын. Шақырса да олар келіп, көріп, біз бұндай кісіні жумаймыз деп кетіп қалып жатты дейді. Кейін ең соңында мына бір жас үлкендеу әйел кісі барып көрген екен, сөйтсе, барлығының жумаймыз деп кетіп жатқаны анау қайтыс болған әйелдің қолына лак жағылған екен. Енді соны Алланың разылығы үшін мен жуа салайыншы дедім де қалдым дейді жууға. Сөйтіп қысқаша алып, ана тырнағындағысын бүйтіп тартып көрсем, ол болмайды екен дейді. Одан суға салсам болмайды екен дейді. Ақырында қайнап тұрған ыстық су алдырып, мына саусақтарын суға тықтым дейді. Сол кезде ана өліп жатқан әйелдің денесі ыңырсып кетті дейді. Соны айтыр Алланың қалауымен бірдеме ағбанан құрттық дейді. Егеулеп, үйтіп жүріп құрттық дейді. Сонда ол мұсылман әйелге бұнау кісі жаны ашқанын істеп, анан бәрін тазалап, толық жуындырып барып, жаназасы шықса екен деп, жаназасы дұрыс болса екен деп барым салдым дейді. Сол үшін де мұсылманмын деп есептейтін әйел кісілер, Алладан қорқыңыздар. Мынау қолдарыңызға лак жағу деген бәлені тоқтатыңыздар. Ол лак жағып алған нәрсе, бұл әйелдің өте бір сауаттылығын көрсете ма, бір көрнекті бір ағартушы екенін көрсете ма, ұлағатты ұстаз екендігін көрсете ма, немесе өте бір тәрбие көргендігін көрсете ма, бұл нені көрсетеді бұл? Бұл ненің белгісі бұл? Қолын саусағын бояп алған бұл ненің белгісі? Біздің жақсы ізгі адамдарымыз айтады, сұлу әйел негізі боянбайды дейді, негізінде боянбайды дейді. Ал біздікілер көшедегілердің бәрін әдемі көріну үшін не бір бәлен істеп жатыр, сөйтіп жүріп бірден дүниеден өтіп кеткен жағдайда анау несі алынбайды, жаназасы дұрыс емес, ақыры тозақтан шығып бірақ шығу әбден мүмкін екендігін имам ретінде бір ауыз ескертуді жөн деп таптық. Ол бізде жұма намаздарында айтылады, құптанда айтылады, бірақ мынау әйел кісілер келмейді ғой бізде. Сол үшін де бір ауыз ескерту ретінде біздің мұсылман намысты, иманды ер азаматтарға айтылатынымыз, үйдегі әйел қыз балдарының мына саусақтарын бір қадағалап қойыңыздар. Имамдар бір ауыз айтып ескертіп құтылады. Ал сол үйдің еркегі ертең Алланың алдына жауап береді. Сонда мынау лагы жоқ, ғұсылы дұрыс, дәреті дұрыс әйелдерден, иманды намысты ер азаматтардан ертең елге тұлға болатын, елге қызмет қылатын, ол қыздардың көптеп туылатыны ол міндетті түрде болады ондай нәрсе. Ал енді мынау дәрет жоқ, ғұсылы жоқ әйелдерден қалай елге қызмет қылатын иман салихал ұрпақтар дүниеге келеді деп ойлайсыз? Ол мүмкін емес ондай келуі. Алла разы болсын, иманды, қуатты, берекелі ел болуды Алла тағала нәсіп еткен болсын.